Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ерекше бір торт жасайтын боламыз. Керек заттар 380 грамм сгущенка, 4 жұмыртқа, 1 ас қасық қопсытқыш және 320 грамм ұн керек. Жұмыртқаларды жарып ыдысқа салып, үстінен 1 ас қасық қопсытқышты салып, ағарғанша араластырамыз. Енді сгущенкамыз саламыз. Мінекей осындай біркелкі масса шыққанға дейін араластырып аламыз. Енді ұнды бөліп салып араластырамыз. Бұл ерекше тортымыздың негізі, яғни основасы молочная девочка болып табылады. Пергамент қағазына 22 немесе 24 сантиметрлік форманы сызып аламыз. Менде 22. Міне дөңгелектерді сызып кесіп алдық. Енді жаңағы жасаған тестамызды бір келкі барлығына салып шығамыз. Алдымен әр қайсысына 2 қасықтан саламыз. Осылай шпательдің көмегімен бір келкі қылып жайып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызған пешке 3-4 минутқа саламыз. Мінекей бізде бірінші коржигіміз дайын болды. Сарғыш түсті, жұп-жұмсақ. Енді қалған 7 коржикті дәл осылай дайындаймыз. Тортымыз бір тегіс шығу үшін осындай жиектерін разъемный формамен кесіп алып тастаймыз. Немесе кеспесеңіз де болады. Міне бізде осындай өте жұмсақ 8 коржик шықты. Ал енді крем дайындайтын боламыз. Оған керек заттар 500 мл 33% сливки, 400 грамм творожный сыр және 200 грамм сахарная пудра керек. Ыдысқа сливкиді құйып, үстінен творожный сырды салып, біртекті массаға дейін араластырамыз. Бір текті масса шықты, енді сахарный пудраны қосамыз. Міне бізде осындай орташа қоюлықтағы креміміз дайын болды. Үстін әсемдеуге 10 қасық крем алып қалдым. Ал кеттік тортымызды жинауға кірісек. Ең алдымен ең астына кремімізді жағып аламыз, коржиктар қимылдап кетпес үшін. Одан кейін коржикті қойып, әр қабатқа крем жағып шығамыз. Міне қабаттарды жағып болдық, енді лопатаның көмегімен жиектеріне де жағып шығамыз. Міне кремімізді жағып алдық, енді крем кішкене қатқанға дейін 3-4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міне достар, біздің креміміз қатайды, енді үстін әсемдеуге кірісеміз. Енді жасыл және қызыл бояғыш аламыз.
Жасыл бояғыштан бір ыдысқа 4 тамшы, екінші ыдысқа қызыл бояғыштан 4 тамшы саламыз. Міне бізде осындай жасыл және қызғылт түсті кремдер шықты. Шпательдің көмегімен осылай алдымен қызғылт түсті кремімізді жағып аламыз. Үстіне жасыл түсті кремді салып, шпательдің көмегімен айналдыра отырып жағамыз. Міне кремдерімізді жағып алдық. Енді декор жасауға кірісеміз. Декорға өзіңіз кез келген посыпканы қолдансаңыз болады. Мен осындай снежоктарды аламын. Енді дайын болған тортымызды холодильникке 4-5 сағатқа қойып қойсаңыз, крем сіңіп өте дәмді, жып-жұмсақ торт шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, осы видеоға лайк қойып, коммент қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Неге кесіндіде қабаттардың арасында крем көрінбейді? Себебі холодильникке қойғаннан кейін крем толықтай сіңіп кеткен, жып-жұмсақ торт шықты. Видео туралы және басқа да жаңалықтарды көру үшін менің каналымдағы сообщество бөліміне кіріп көріңіз. Келесі кездескенше.